Қайырлы күн. Бүгін біз кеспе көже тағамын әзірлейміз. Бізге керегі тауықтың еті, пияз, картоп, сәбіз, баклажан. Тауықтың етін турап аламыз. Қандай ет болса да бола береді. Бізде дайын болып тұрған осы тауықтың еті, соны алып турай саламын мен. Қойдың еті, жылқының еті, сиырдың еті бәрі бола береді. Осылардың бәрін майдалап турап аламын. Етімізді турап болды. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды осылай майдалап турап аламын мен. Мен көбінесе 4 бұрыштап тураған ұнайды. Мен барлық тамаққа осылай тураймын. Пиязымызды турап болдық. Енді сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді майдалап 4 бұрыш етіп турап аламын. Өз қалауларыңызша турай бересіздер ғой. Мен осылай майдалап 4 бұрыш етіп турағанды қалап тұрмын. Майдалап турап болдық сәбізімізді. Енді баклажанымызды тураймыз. Баклажанды да 4 бұрыш етіп майдалап турап аламын мен. Баклажанымды турап болдым. Енді картопымызды турап аламыз. Картопымыз дайын болды. Тамаққа керек заттың бәрін турап болдым. Енді қызып тұрған майға қуыруымызды бастаймыз. Бірінші пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымыз сарғайғаннан кейін етімізді салып қуырамыз. Біз пиязымыз қуырып болдық. Енді етімізді салып қуырамыз. Етті қалауларыңызға қоса бересіздер. 1 сан қосасыздар ма, 2 сан қосасыздар ма? Бізге 1 сан жетеді. Етімізді пиязбен араластырып қуырамыз. Етіміз қуырып болды. Енді сәбізімізді, баклажанымызды салып араластырып қуырамыз. 5 минут қуырсақ жеткілікті. Қуырып болды. Енді томатымызды саламыз. Мен 4 ас қасық томат салдым. Бізде домашний томат бар еді, соны қостым мен. Енді осылар жақсылап тұрып, араластырып, 5 минуттай тағы қуырамыз. Картошкамызды салып, араластырып, суымызды құямыз. Мен бір жерде 1 литрдей су құям. Тұзын салып араластырамыз. Бізде осындай сорпа болды. Сорпа дайын болды. Етін жабамыз. Енді біз қамырымызды дайындаймыз. 2 жұмыртқа,
су, кішкене су құямыз, тұзымыз саламыз, 2 ас қасық пісте май құямыз. Енді осының бәрін біркелкі бойынша жақсылап араластырамыз. Ұнымызды осылай шетінен қоса береміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай қатты болғанша. Тек жұмыртқаға да илесеңіздер болады, су қоспай. Біздің қамырымыз осындай дайын болды. Енді салфанға салып 10 минутқа қойып қоямыз, июланғанша. Біз қамырымызды енді жаямыз. Қатты жұқа алмайсыздар, қатты қалың қылмайсыздар, орташа етіп жаямыз, біркелкі қылып. Қамырымызды жайып болды. Міне бізде осындай бір тегіс топ-томалақ қамыр дайын болды. Біздің қамырымыз 5 минут тұрды. Енді ұнымыз сеуіп, орап, қамырымызды тураймыз. Осылай жіңішке етіп, майда етіп турайсыздар. Майда болу керек. Біз қамырымызды турап болдық. Бізде осыншама кеспе шықты. Бізге бұл кеспе көп болады. Біз бұның бәрін қоспаймыз, жартысын қосамыз. Жартысын ыдысқа салып, холодильникке салып қоямыз. Біздің сорпамыз дайын болды. Енді кеспемізді салып пісіріп аламыз. Кеспені бірден салмайсыздар, осылай шетінен осылай салып тұрасыздар. Біз жарты кеспемізді салып болдық, енді бәрін араластырамыз. Енді бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Болды, сонымен тамағымыз дайын болады. Біздің кеспеміз дайын болды. Мен осындай кеспе дайын болды. Әдемі сап-сары болып. Енді кесеге құямыз. Ас болсын бәрімізге. Сіздер де жасап көріңіздер. Ата-әжелеріңізді қуантыңыздар. Енді бетіне қалауларынша укроп, ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Ал енді бәрімізге ас болсын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.